Әңгіме бойынша бір турист көптеген елдерді аралап, қалаларды аралап, ондағы көптеген көрікті жерлерді көріп, кейін басқа елге барған деседі. Бір күні сапарында алыс ауылға барып, сол ауылдың зиратына кіріп, өмірінде көрмеген жайттың куәсі болады. Ауыл тұрғындары құлпытастарға марқұмның аты жөнін жазып қойған екен. Бірақ туристі таң қалдырғаны, оны шошытқаны, олардың бейіттердің үлкен, бірақ өлгендердің олардың жастары өте қысқа еді. Турист зиратта тек сәбилер жерленген екен деп ойлады. Соң бірінші қабірдегі жазуды оқыды. Онда мынадай деп жазылған екен: бұл Сәбит деген кісінің қабірі. Ол 1 жыл 3 күн өмір сүрген. Екінші қабірдегі жазуды көргенде одан бетер қайран қалды. Бұл қабірде Батыр деген кісі жатыр. Ол 2 жыл 1 апта өмір сүрген. Турист әр қабірді көріп жүріп қайран қалады. Сол кезде ол зират күзетшісін кездестіріп қалады және: мен осынша жылдар бойы дүниені араладым. Қаншама жыл бұрын жер шарын аралап, мұндай оғаш жағдайдың куәсі болған емеспін деп ол таңданады. Зираттың күзетшісі күлімсіреп былай дейді: қонақ, сіз қабірдегі адамдардың өмірі соншалықты қысқа болғанына таңданып жатқан боларсыз. Иә, таңданып тұрмын. Турист ойланып тұрып жауап берді. Сонда күзетші былай деді: біз өміріміздің тек намазбен өткізген күндерін және басқаларға көмектесу арқылы жақсылық жасауға жұмсаған бөлігін ғана санаймыз. Мысалы, мына Сәбит есімді кісі 60 жыл өмір сүрген, бірақ бар болғаны 1 жыл 3 күн намаз оқып, басқаларға көмектесіп өткізген. Қалған өмірін шығарып тастағанбыз. Бұл сөздерді естіген турист зират күзетшісіне мұңды үнмен былай дейді: егер мен сіздің ауылыңызда өлсем, бейітімнің басына осы кісі анасының құрсағынан туа салысымен өмірден озды деп жазып қойыңыздар деп күрсінеді. Адамның нағыз өмірі оның өмір сүрген күндері емес, Алла тағаланың әмірімен өткізген күндері. Адамның шынайы өмірі ізгі амалдармен өлшенеді.